Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Eyes Open 6 сыныптың 4 модульдің 54 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің сабағымды тіркелеміз, подписаться етеміз. Одан кейін 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабақты толығымен қарап, тыңдап шығамыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Exercise 1. Complete the sentences with the words in the box. Сөйлемдерді аяқтауымыз қажет. Ол үшін мына сөйлемдерді қолдануымыз керек. Exercise 1. A rabbit is small and sleeps under the ground. Қоян кішкентай және ол жердің астында ұйықтайды. A duck is a type of water bird. Үйрек су құстарының бір түрі. A dog is like a wolf, but it isn't wild. Ит қасқырға ұқсайды, бірақ ол жабайы емес. A deer uses its long legs to escape from other animals. Бұғы басқа жануарлардан қашу үшін ұзын аяқтарын пайдаланады. A seal swims underwater to catch fish. Тюлень балық ұстау үшін су астында жүзеді, немесе жүреді. The snow leopard is a big cat and lives in very cold places. Қар барысы ірі тұқымдас аң, және де ол суық жерлерде өмір сүреді. Бірінші тапсырманың жауаптарын мұнда жазып қалдырдым. Exercise 2. Match the sentences halves. Мұнда бізге сәйкестендіру қажет. In the park, you should keep your dog on a lead. Саябақта итіңді қарғыбауда ұстау керек. Яғни өзіңмен ұстап жүру керексің, несіменен, арнайы ұстайтын затымен. They climbed down from the mountain to camp in the valley. Олар таудан төмен түсіп, аңғарға барып, лагерь құрды. When I'm walking in the wood, I always keep to the path. Орманда серуендеп жүргенде, мен әрқашан соқпақпен жүремін. When you cross the field, please shut the gate. Егістік арқылы өткенде қақпаны жап. We saw a man fishing on the river bank. Біз өзен жағасында балық аулап тұрған бір адамды көрдік. Don't make a mess, throw your litter in the bin. Қоқысты шашпа, қоқысыңды қоқыс жәшігіне таста. Екінші тапсырманың жауаптарын мұнда қалдырдым. Exercise 3. Үшінші тапсырма. Complete match the sentences halves. Мұнда сәйкестендіру керек. Үшінші тапсырманы орындайық. The thief climbed a tree. Ұры ағашқа шықты. Thief деген ұры, climb деген өрмелеу. He jumped into the garden. Ол бақшаға секірді. The police officer chased the thief for 2 kilometers. Полиция қызметкері ұрыны 2 километр бойы қуды. The police officer didn't catch the thief. Полиция қызметкері ұрыны ұстай алмады. The thief hid behind a tree. Ұры ағаштың артына тығылды. The thief threw his bag into the river. Ұры сөмкесін өзенге лақтырып жіберді. Үшінші тапсырманың жауаптарын мұнда қалдырдым. Exercise 4. Complete the sentences with the adverbial form of the word in the box. Бізге мына берілген сын есімнен adverb үстеу жасап, сөйлемді аяқтау қажет. It's getting late, please finish your work quickly. Кеш болып бара жатыр, өтінемін жұмысыңды тезірек аяқта. Please talk quietly in the library.
Өтініш кітапханада жай сөйлем. The exam wasn't difficult. I passed it easily. Емтихан қиын болған жоқ. Мен оны оңай тапсырдым. We're really late. You're walking very slowly. Біз қатты кешігіп жатырмыз. Сен өте баяу жүріп келе жатырсың. Your little brother isn't sad. He's happily eating an ice cream over there. Кішкентай інің көңілді емес. Ол ана жерде балмұздақты қуана жеп отыр. Көңілсіз емес дейді. Those books are very old. Please look at them carefully. Ол кітаптар өте ескі, өтінемін. Оларға мұқият қара. Төртінші тапсырманың жауаптарын мұнда қалдырдым. Exercise 5. Бесінші тапсырма. Complete the sentences with do and the word in the box. Бізге do етістігін қолдана отырып, және мына сөздерді қолдана отырып, сөйлемдерді аяқтауымыз қажет. Can you buy some biscuits when you do the shopping, please? Өтінемін, дүкенге барған уақытта печенье сатып алып келесің бе? I sometimes do housework at home. I tidy my bedroom and I empty the bins. Мен кейде үй шаруасымен айналысамын. Мен бөлмемді жинаймын және қоқысты шығарамын. I have no clean clothes. I need to do the washing. Менің таза киімім қалған жоқ, маған кір жуу керек. On Monday morning at school, we do math and then geography and English. Дүйсенбі күні таңертең мектепте біз математика оқимыз, одан кейін география мен ағылшын сабақтарын оқимыз. I often do my homework in the library because it's very quiet there. Мен жиі үй тапсырмасын кітапханада орындаймын, өйткені ол жер өте тыныш. Бесінші тапсырманың жауаптары мұнда. Exercise 6, 6-шы тапсырма. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты таңдаймыз. I wanted to ask a question, so I put up my hand. Мен сұрақ қойғым келді, сондықтан қолымды көтердім. My sister couldn't find her keys, so I helped her look for them. Әпкем кілттерін таба алмады, сондықтан мен оған іздеуге көмектестім. I was feeling ill, so I went to lie down. Өзімді жаман сезіндім, сондықтан жатып демалуға бардым. Your brother looks like a rock star with his long hair. Сенің ағаң өзінің ұзын шаштарымен рок жұлдыздарына ұқсайды. Could you look after my dog while I buy some milk? Мен сүт сатып аламын дегенше, менің итіме қарап тұрасың ба? Қарай тұра аласың ба? 6-шы тапсырманың жауаптарын мұнда қалдырдым. Exercise 7. 7-ші тапсырма. Complete the sentences with the name of the person. Look at the words in bold to help you. 7-ші тапсырмада бізге әрбір мамандықтың иесінің атын жазуымыз қажет екен. Мысалға, my brother paints a lot of pictures. He's an amazing painter. Менің ағам көп сурет салады. Ол керемет суретші. Екінші сөйлем. My friend Julia swims very quickly. She's a champion swimmer. Менің досым Джулия өте қатты, өте жылдам жүзеді. Ол жүзудің чемпионы. I love writing stories. I'm hoping to be a famous writer someday. Мен әңгіме жазғанды жақсы көремін. Мен үміттенемін танымал жазушы болатыныма. Бір күні танымал жазушы боламын. My dad builds houses all week. He works as a builder. Менің әкем апта бойына үй салады. Ол құрылысшы болып жұмыс жасайды.
We went to see Mia performing at the theater. She's a very good actress. Біз театрға Мияның өнер көрсеткенін көру үшін бардық. Ол өте жақсы актриса. Our neighbor designed that building. He's a top designer. Біздің көршіміз ол дизайнер болып жұмыс жасайды. Ол мықты дизайнер. 7-ші тапсырманы жауаптарын мұнда қалдырдым. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше және сабақты соңына дейін қарап, барлығын түсініп алдыңдар деген ойдамын. Сау болыңдар.